Үрімжі қаласының Мидың районы Теректі Қазақ ауылы, бұл енді біздің отырған чат жағдайымыз үлкен орталық қара Үрімжіге өте жақын. Жалпы ауылымыздың мына Синжан көлеміндегі тірі мал базары біздің ауылдық өкіметтің қасында болып, жалпы 6 қыстақтағы осы біздің ауыл көлеміндегі малшылардың жүйеден үшінші кәсіппен шұғылданып, сауда саттықпен шұғылдануына ерекше жақсы орай әкеп отыр. Осымен байланысты біздің бір бөлім қыстақтарымыз, мәселен Ағадыр қыстағы, Үшбұзау қыстағы, Діңгек қыстағында бір бөлім малшылар, осы малшылар шаттық саяжайымен шұғылдану арқылы адам басында кірісін арттырып, әзір жалпы осы заманға өреге жетіп отыр. Бұл енді біздің негізгі тіректі кәсіп, саяхат кәсібі. Әсіресе малшылар шаттық саяжай кәсібімен шұғылданудың арқасы деп білеміз. Енді бір бөлім малшыларымыз мына егістікпен шұғылдану арқылы, әсіресе ерекше өнімдерді базарға салу арқылы, мәселен жапан көртөбі сияқты, одан кейін мына чүбәт сияқты қазақтың дәстүрлі ұлт тағамдары, жылқының сүреті, осы ұқсаған сауда саттықпен шұғылданып, жалпы ауылымыз көлемінде жақсы бастамашылық істеп жатыр. Дәстүрді мал шаруашылықтан осы заманғы мал шаруашылыққа айландыруда кооперативтік орындарын құрып, малшылардың мал шаруашылық кіші район құру арқылы, мал өнімдерін тауарға айландыру арқылы осы кәсіпті жақсарып бар, жалпы ауылдың малшылардың адам басында кірісін арттырмақшымыз. Осы байланыспенен біздің қазіргі жалпы ауылдық өкіметімізде жасап жатқан 4200-ден астам халықтың экономикасы дамыған, қоғамы орнықты, жалпы дөңгелек дәуретті өреге жетеді деп сеніміміз кәміл. Рахмет. Ауылдарыңыздың мақсаты ілгері, тақтасы жүлделі болсын. Болса да таяз қалтамыз, ән десе қызат арқамыз, бабадан қалған салтымыз, ендігі кезек алтауыз. Олай болса енді кезекте ауыл аспанын ән күйге бөліп жүрген ауыл өнерпаздарына береміз. Үмітжан Мұхаммеден қызының орындауында Қалық әні ой сәулем ай.